Бәріңізге сәлем достар. Бүгін сіздерге кунжут қосылған чакчактың рецептін ұсынамын. Бұндай чакчак өте дәмді шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа жұмыртқаны, суды қосамыз. Үстіне тұз саламыз. Барлығын шанышқымен жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Одан кейін қамырды жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырды алдымен осылай оқтауға орап, ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлікті жіңішке етіп кесеміз. Майсыз таза табада кунжутты қызарғанша қуырамыз. Қызып тұрған майда қамырды жақсылап қызарғанға дейін қуырамыз. Енді сироп дайындаймыз. Ол үшін кастрөлге балды және қантты қосып, қант әбден ерігенге дейін жақсылап араластырып тұрамыз. Қуырылған чакчактың үстіне кунжутты қосып, сиропты құямыз. Барлығын қасықтың көмегімен сындырып отырып араластырамыз. Қолымызды сулап алып, осылай тарелкада жинаймыз. Шайларыңыз тәтті болсын.